Сәлем барлықтарыңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше, мына қараңыздар, өте әдемі узорлы осындай күнделікті тағуға арналған білезік жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Видеоны бастамас бұрын арнама тіркеліп жазылып кетіңіздер, өйткені сіздердің себептеріңізбен осындай түрлі видеолар арнаға шығып тұратын болады және шабыт беретін болады. Ендеше видеомызды бастайық. Ең алдымен лескамызды кішкене көптеу қылып алғанымыз дұрыс. Мінекей, және шетіне осындай күміс түстес бусинімізді бекітіп аламыз, әрі оның шетіне осындай ұзын орын қалдырамыз, яғни леска жіп қалдырамыз. Енді не істейміз? Енді инемізге қараңыздар. Инемізге қараңыздар. Қызыл беконус және күміс түстес бусин, беконус, бусин қылып, өзіміздің қолымыздың білегіне дейін жинап шығатын боламыз дәл осылай. Осылай дізіп жинап шығамыз. Мінекей дәл осылай жібімізге осылай жинаймыз дізбектеп. Яғни бізде соңында осындай күміс түстес бусин қалу керек. Енді әрі қарай не істейміз? Мен мынандай қылып ұзын қылып жасамаймын, қысқаша тек көрсететін боламын. Енді әрі қарай не істейміз? Әрі қарай инемізге 3 күміс түстес бусин жинайтын боламыз. 1, 2, 3. Мінекей. Енді осыдан, яғни X тәрізде жасайтын боламыз. Мінекей осылай X тәрізде жасайтын боламыз. Енді әрі қарай бусиннің астынан, яғни айналып өтеміз. Мына бусиннен шығуымыз керек. Яғни айналып шығамыз үстінен және жанынан. Мінекей. Енді біз қызыл және күміске кіретін боламыз бусинге. Қызыл түске және міне күміске кіретін боламыз осылай. Әрі қарай тағы да инемізге 3 бусин жинаймыз. Мінекей, инемізге 3 бусин жинадық. Енді әрі қарай қайтып осыған кіреміз. Жіп осы бусиннен шығып тұрма, сол бусинге қайтып кіретін боламыз. Мінекей қараңыздар, лескіміз күміс түстен шығып тұр, осы күміс түске кіріп, келесі күміс бусиннен шығамыз, яғни қызыл және күмістен шығатын боламыз осылай. Және инемізді тартамыз. Мінекей, бізде екіншісі пайда болды. Мінекей, әрі қарай қайтып міне бізде күміс түстен шығып тұр жібіміз. Осыған тағы да 3 бусин жинаймыз. Мінекей, 3 бусин жинадым. Қайтадан күміске, жібіміздің шығып тұрған жерге және қызылға қайтып күміске өтеміз. Ең бастысы қаттырақ тартуды ұмытпаймыз. Мінекей. Бізде осындай 3 пайда болды. Дәл осылай осының бәрін жасап шығатын боламыз. Мінекей, бізде соңғысы қалды. Осы соңғысынан өтеміз. Мінекей, бізде осындай болып шығады, қараңыздар. Енді лескімізден жанына өтеміз. Мінекей, жанынан өттік және үстінен өтеміз. Мінекей. Енді әрі қарай қызыл бусиннен салып отыратын боламыз. Яғни қараңыздар. Қызыл бусин аламыз, беконус және міне екеуінің ортасына кигіземіз. Мінекей. Бұл жерде ең бастысы жібімізді тартып отыру. Сол кезде біздің осындай қалаған узорымыз шығатын болады. Мінекей. Және келесіге өтеміз. Және жібімізді тартып отырамыз. Сол кезде біреу үстіне, біреу астына, біреу үстіне осылай узор шығатын болады. Қайтадан қызыл беконус және міне өтеміз. Мінекей, жібімізді тартамыз. Бұл жерде фишка, яғни жібімізді тартып отыру керек. Мінекей, осының араларына, әрқайсының арасына салып шығатын боламыз. Қайтадан қызыл беконус және міне қайтып күміске, яғни міне жанында тұрғанға өтеміз. Жібімізді тартамыз. Мінекей. Бізде міне автоматты түрде, қараңыздар, біреу үстінде, біреу астында, үстінде, осындай бізде узор пайда болатын болады. Яғни жіпті тарту арқылы бізде осындай узор пайда болады. Қайтадан қызыл беконус, қайтып жанына өтеміз. Мінекей. Тартамыз. Осылай осының бәрін өткізіп шығатын боламыз. Мінекей, бәрін жандарын бетіп толтырып шықтым. Енді міне біздің лескіміз шықты. Енді жанымен айналдырып шығамыз, яғни күміс түстес бусиннен айналдырып шығамыз. Мінекей. Айналдырып бекітетін боламыз. Мінекей. Мінекей, қараңыздар, келесі бусиннен шықты. Жанынан шығып, енді осыны арасына кіргіземіз. Мұншақтың арасына кіргізіп бекітеміз, міне. Шығарамыз және мінекей. Лескімізді тартамыз.
дәл осылай бекітіп шығасыздар. Яғни дәл осылай бекітеміз. Жібімізбен келесі қызылға өтеміз. Мінекей қызылдан өтеміз. Міне біздің мына жерде көрініп тұр ғой, соны бүйтіп тартатын болсақ, бұл бізде мінекей көрінбей қалады. Дәл осылай осы жерден қайтып бекітеміз. Осылай бекітіп артығын қиып тастаймыз. Мінекей бір жағын бекітіп тастадық. Енді қараңыздар, мына жерде неге қалдырды десеңіздер, бізде міне жіп көрініп тұр. Осыны былай шешеміз. Және айналдырып шығамыз. Яғни міне сұр бусинді, яғни серебристый күміс бусиннен осылай айналып шығатын боламыз. Және дәл банағыдай бекітіп тастаймыз. Мінекей. Бірден қызылға өттік. Енді осы жерден міне арасына кіргіземіз. Астынан үстіне кіргіздік міне. Және осы жерден жібімізді ұстап, жібімізді тартамыз. Дәл осылай бекітеміз. Келесіге кіреміз. Қызылдан шықтық қайтып. Және жібімізді тартамыз. Дәл осылай бекітіп шығамыз мына жағында. Мінекей бізде осындай білезік пайда болды. Осындай шыққан лескімізді зажигалкамен кетіріп тастаймыз. Мінекей. Енді екі шетіне соединительный колечкомен цепочкамызды қондыру ғана қалды. Білесіздер. Және мінекей бусинге кигізетін боламыз. Мінекей бекіттік. Енді екінші жағын карабин, яғни соединительный колечкомызды ашып, оған цепочкамызды кигізетін боламыз. Мінекей бізде браслетімізде дайын болды. Яғни сіздер бұны өздеріңіздің білектеріңізге қарай үлкендеу қылып жасайсыздар. Мен жай ғана қысқа ғана сіздерге жасап, яғни жасалуын ғана көрсеттім. Мінекей өте ерекше әдемі, қараңыздар. Қалай жылтырлайды, өте әдемі. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, каналға жазыла кетіңіздер. Алда қызықты видеолар көптеп шығатын болады.